Саламатсыздар ма оқушылар? Жарайсыңдар, отырыңдар. Оқушылар, бүгін сендермен математика сабағына ашық сабақ өтеміз. Бәріміз оқу құралдарымызды аламыз. Кітаптан 5 жаңа саны және цифры деген парақты аша қойыңыздар. Дайынсыздар ма балалар? Олай болса, бәріміз тақтаға қараймыз, орындарымыздан тұрайық. Бүгінгі күнге сәттілік тілеп, көңіл күйлеріңіз жақсы болу үшін бір шумақ өлең жолын айтамыз да. Кәне қолдарымызды көтереміз. Сәлем ару күн, сәлем жақсы дос, отбасқа өткізбей әр күнді, ақылыңа ақыл қос. Жарайсыңдар, отыра алыңдар балалар. Ал оқушылар, бәріміз қолымызды көтереміз, 5 саусағымызды алып. Бас бармақ, балан керек, ортан керек, шылдыр шүрек, кішкене бөгек. Олай болса, келесіге қараймыз. Мына жерде қандай сандар көріп тұрмыз, қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке дейінгі сандар. Біз тура санадық. Енді балалар мұны кері санаймыз. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса оқушылар, өткен сабақ біз қай тақырыпты өтіп едік? Неше санын? 4 санын өттік. Жарайсыңдар балалар. 4 санын өттік. Олай болса қараңдар. Мына жерде 3 және 4 сандарының құрамдары көрсетілген. Көрдіңдер ма? Айша тұр, бірінші есепті айта қой. 2 мен 2-ның қосындысы 4. Өте жақсы. Келесі, 2 мен 1-дің қосындысы нешеге тең болады? 3-ке тең болады. Өте жақсы, жарайсың. 1 мен 3 сандарының қосындысы нешеге тең болады? Аружан, 4-ке тең болады. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Оқушылар, бүгін сіздермен өтетін жаңа тақырыбымыз 5 саны мен цифры. Оқушылар, қараңдаршы, 4 саны өткен сабақ 4 саны өттік. Бүгін 4 саны 1 санын қосқанда қосындының мәні нешеге тең болады екен? 5-ге тең болады. 1 мен 4-тің қосындысы нешеге тең болады екен? 5-ге тең болады екен. Олай болса, мына жерге қарайық балалар. 0-ден 6-ға дейінгі сандар. Айталайықшы. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл жерде 5 санының, бүгін өтіп жатқан 5 санның көршілерін атайықшы. Көршілер қайсы екен? 4 және 6 сандар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, бейне жазбаға қараймыз бәріміз. Қане, санап көрейік. Қанша балапан бар? 1, 2, 3, 4. 4 балапан. Ал енді қанша? 5. Дұрыс. 5. 4-ке 1-ді қоссақ, 5 болады. 5 сандық сәуледен 4-тен кейін тұрады. Яғни 5, 4 және 1. 1 және 4, 3 және 2, 2 және 3. 5 цифрын жазып ерінбейік. Тор көздің ортасынан оңға таман нүкте қойып, төмен қарай көлбеу сызықты солға тартып, ортасына келгенде доға сызамыз. Бастапқы нүктеден оң жақ бұрышқа дейін қысқа көлбеу сызық сызамыз. Жарайсыңдар балалар. Енді бізде білімнің берген тапсырмаларына қараймыз. Оқушылар, мына жерде қоңызды санайықшы, неше қоңыз бар? 4. Неше қоңыз бар? 4 қоңыз бар. Ал көбелек неше? 3 көбелек бар екен. Ал балалар, бұл жерде біз артық, кем, не болмаса тең белгілерін қоюымыз керек. Қайсысы артық? 4 саны артық. Ал келесі, бұл жерде құмырсқа нешеу? 3, 4, 5. Демек нешеу екен? 5 құмырсқа бар. Ал мына жерде қоңыз нешеу? Ара. 1, 2, 3 ара бар. 3 ара бар.
Қайсысы артық? 5 артық. Ал мына жерде құмырсқа нешеу екен? 1, 2. Нешеу бар екен? 2 шыбын бар екен. Ал инелік нешеу екен? 1, 2, 3. Нешеу екен? 3. Бұл жерде қайсысы артық? Бұл жерде 3 артық. Жарайсыңдар олай болса. Келесі тапсырмада біз қосу амалы арқылы орындайды екенбіз. Бұл жерлерде жәндіктермен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде қоңыз нешеу? 1, 2, 3. 3 қоңыз бар екен. Ал көбелек нешеу? 2. 3 пен 2-нің қосындысы нешеге тең болады екен? Дұрыс, қосындының мәні 5-ке тең болады. Мына жерде құмырсқа нешеу? 1, 2, 3, 4. Неше құмырсқа бар екен? 4 құмырсқа бар екен. Ал инелік нешеу екен? 1. Өте жақсы. 1 мен 4-дің қосындысы нешеге тең? Қосындының мәні 5 болады. Ал мына жерде шегіртке нешеу? 1. Тек қана 1 екен, солай ма? Ал 1 шегірткеге қосамыз араны. Неше ара бар? 1, 2 ара бар екен. Неше ара бар екен? 2 ара. 1 мен 2-нің қосындысы нешеге тең? 3-ке тең болады екен. Олай болса, үлкен қоңыз нешеу? 1, 2, 3 қоңыз бар екен. Ал балалар көбелек нешеу еді? 2 ме еді? 1, 2. 2 көбелекті қосқанда қосындының мәні нешеге тең болады? 5. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі паровоз. Оқушылар, мына жерде азайту амалымен, мына жерде қосу амалымен жұмыс жасайды екенбіз. 5-тен 3-ті азайтқанда 2. 2-ден 1-ді азайтсақ неше болады екен? 1. Ал 1 мен 4-тің қосындысы 5. Қосындының мәні 5-ке тең болады. Екінші. 2 мен 3-тің қосындысы нешеге тең болады? 5. Өте жақсы. Ал 5-тен 3-ті азайтсақ айырманың мәні нешеге болады? 2-ге тең болады. Ал 2 мен 2-нің қосындысы 4-ке тең. Ал 4-тен 2-ні азайтсақ 2-ге тең болады екен. Ал балалар, енді аквариумға қараймыз. Балықтарды білеміз ба біз? Ал мына жерде бірінші аквариумда балықтар екінші аквариумға секіріп жатыр. Бірінші аквариумда секіріп жатқан балықтың саны нешеу? 2. Ал аквариумның ішінде неше балық бар екінші? 3. 2-ге 3-ті қосқанда қосындының мәні 5 болады. 5 болады. Ал енді балалар, ол аквариумдағы балықтар 5 аквариумда балық бар еді ғой. Соның біреуі өз орнына қайтып келеді. Ал аквариумда неше балық бар еді? Жоқ, 5-еуі бар еді. Соның біреуі кетіп қалды. Нешеуі қалды? 4-еуі қалды. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Ал енді гүлдермен. Бұл жерде балалар гүлде неше қоңыз бар? 2 қоңыз бар. Ал ұшып келе жатыр неше қоңыз? 3. Ал 2-ге 3-ті қоссақ 2 мен 3-тің қосындысы 5 болады екен. Мына жерде бізде нешеуі болды гүлде? 5-еуі. Одан 2 ұшып кетті. Нешеуі қалды? Айырмасы 3 болды. Жарайсыңдар. Оқушылар, бәріміз тақтаға қараймыз. Бұл жерде біз 5 санының құрамымен танысамыз. 2 мен 3-тің қосындысы нешеге тең болады? 5-ге. Өте жақсы. 2 мен 3-тің қосындысы 5-ге тең болады. Ал 4 пен 1-дің қосындысы 5-ге тең болады. 1 мен 4-тің қосындысы да 5-ге тең болады. Олай болса, балалар, сендерге сұрақ. 5 саны туралы не білесіңдер? Соған байланысты. Не білеміз 5 саны? Кім айтады? 5 қару. 5 қару. Тағы да? 5 күн.
5 күн. 5 саусақ. 5 саусақ, өте 5 дұрыс. қару. 5 қару, тағы да. 5 күн. 5 күн. Олай болса айтқан жауаптарын тексеріп көрейік. Міне, балалар қараңдар. 5 саусақ туралы дейді. 5 саусақ, 5 қару, 5 дұшпан, 5 күн, 5 асыл іс, 5 деген ең жақсы баға. Көрдіңдер ме балалар? Өте жақсы жарайсыңдар. Қоса өздеріңіздер. Өте жақсы жарайсыңдар балалар. Өте тамаша жауаптар. Оқушылар, олай болса келесі оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымызда топтарды сана дейді. Кәне санайықшы, неше топ бар? 1, 2, 3, 4, 5. Демек, неше топ бар екен? 5 топ бар. Ал мына жерде 5 санның құрамында түсіп қалған сандар бар екен. Кәне көмектесейікші сандарды табуға. Бірінші кім айтады? Айта ғой. Мерей. Өте жақсы, қосындының мәні 5-ке тең болады. Айша айта ғой келесіні. Айта ғой. 4-ке 1-ді қоссаң 5. Өте жақсы жарайсың. Келесі айта ғой. Кім айтады? Айта ғой. Тұр. Саған 5 деген. Әсер айта ғой сен. 5 деген бар. Әсер тұр. Келесі 2. Кен нешені қосқанда 5 болады? Нешені? Өте дұрыс. 2-ге 3-ті қосқанда қосындының мәні 5-ке тең болады екен. Келесі кім жауап береді? Айта ғой Нұрбек. 3-ті 2-ні қоссаң 5. Дұрыс, қосындының мәні 5-ке тең болады. Келесіге кім шығады? Кім айтады? Соңғы тапсырма қалды. Айта ғой, Сұлтан. 1-ге 3-ті қоссаң 5. 1-ге 3-ті қоссаң 5 бола ма, Сұлтан? Ойлаңшы нешеге? 2-ге 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. Жарайсың, отыра ғой. Өте жақсы, балалар болса оқып өзімізді қошеметтеп қояйық. Жарайсыздар. Оқушылар, олай болса, айтқан жауаптарымызды тексерейік. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Олай болса, орнымыздан тұрып, бір сергі алайық. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Екеуі қосқанда келіп шығады 10 саусақ. Қолдарымызды етеміз. Отыра қойыңдар балалар. Енді біз сергі сәтін не үшін жасап жатырмыз? Енді біз балалар дәптермен жұмыс бастаймыз. Бәріңіз дәптерлеріңізді аша қойыңдар. Жай қарандаштарыңызды ала қойыңдар. Айша, дәптерлеріңізді ашып, дәптермен жұмыс жасаймыз. Аша қойыңдар. Оқушылар, бірінші бізге не дейді? 5 балықтың суретін салу. Бірінші тапсырмаға дәптерге 5 балықтың суретін саламыз. Оқушылар, олай болса екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада түсіп қалған сандарды жаз. Қай сан түсіп қалғанын қарап, екіне жазамыз. Жарай ма балалар? Оқушылар, олай болса тақтаға назарларыңыз аударыңдар. Кешегі өткен 4 саны және бүгінгі өткен 5 санның құрамын айтады екенбіз. Бірге нешені қосқанда қосындының мәні 4-ке тең болады, айта қойыңыз. Бірге? Жоқ, бірге нешені қосқанда? 3-ті. Өте жақсы, бірге 3-ті қосқанда қосындының мәні 4 болады екен. Екіншісін кім айта қояды? Кәне жігер айта қой. Аха, 2-ге 2-ні қосқанда қосындының мәні 4-ке тең болады екен. Келесі бүгінгі өткен 5 санына Мерей айта ғой. Мерей. 2 мен 5-тің 5 болу үшін 2-ге нешені қосамыз? 3-ті қосқанда 5 болады. Жақсы, ұмытып қалған боламыз.
Ал келесі 4-ке нешені қосқанда 5 болады дейді. Кім айтады? Сұлтан айта ғой. 2-ге 2-ні қосса 1. Жоқ, 4-ке нешені қосқанда 5 болады? 4-ге 1-ді қосқанда 5 болады. Олай болса, қателен жұмысты қарайықшы. Міне, 1 мен 3 санының қосындысы 4-ке тең болады. 2 мен 2-нің қосындысы 4-ке тең. Ал бүгінгі өткен 5 санның құрамында 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең, 1 мен 4-тің қосындысы 5-ке тең болады екен. Жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, бүгінгі сабаққа түсіндік па? Бүгін қандай сабақ өттік? Өте дұрыс, 5 санымен шифрымен таныстық. Балалар, 5 санның құрамын үйрендік па? Иә. Енді 5 қаруды білеміз ба? Иә. 5 сан туралы басқа да мәліметтер алдық па? Иә. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, назарларыңа рахмет. Сау болыңдар балалар.